Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен орешки дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен еліктен өткізілген ұнымыз бен разрыхлителіміздің үстіне сары майымызды салып, осы видеода көрсетілгендей қолымызбен үгітеміз. Енді бөлек ыдысымызға жұмыртқамыз бен қантымызды салып, миксермен қанта ерігенше араластырамыз. Миксер болмаған жағдайда шанышқымен немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады, бірақ ұзақ уақыт алатын болады. Мінекей, бізде осындай масса дайын болды. Енді осыны алып, қамырымыздың үстіне құйып, қамыр илейтін боламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын болды. Жұмсақ, керемет. Енді осы қамырымыздың шетінен кішкене үзіп ала отырып, осындай кішкентай шариктер дайындаймыз. Менде шамамен 5 граммдай болып қалады. Ол сіздің формаларыңыздың көлеміне қарай. Осылай қамырларымызды домалақтап алғаннан кейін, осындай арнайы орешки пісіретін формада пісіріп аламыз. Алдын ала екі жағында қыздырып, осылай шетін қатты қысып, газға қоятын боламыз. Піскенін осылай пышақпен көрсеңіздер болады. Екі жағын аудара отырып пісіріп аламыз. Мінекей, біздің орешкиларымыз осылай пісіп шықты. Өте керемет. Енді осының араларында шеті сәл жайылғандар болады. Оны осылай видеода көрсетілгендей пышақпен кесіп алып тастасаңыздар болады. Салмасына кез келген вареный сгущенка қоссаңыздар болады. Жаңағы шетінен кесілген қамырларды осылай сгущенкамыздың ішіне салып, араластырып, ортасына қосып жіберсеңіздер де болады. Осы видеода көрсетілгендей орешкиімізді бір-бірден осылай ала отырып, ішін вареный сгущенкамен толтырып, біріктіріп шығамыз. Біз барлық орешкиларымызды біріктіріп алдық. Енді сіздерге ортасынан кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ, үгілмелі, керемет болып шықты.
қонаққа ұсынар алдында осылай бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Сіздер де видеоны толық соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер, дәмі өте керемет, жұмсақ, үгілмелі. Сіздерге ұнайды деген үміттемін.